Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Материалды дәстүрлі механикалық өңдеу арқылы жою әрдайым өндірістегі негізгі операциялардың бірі болуының бірнеше себептері бар. Ол жақсы өлшемдік шектерді қамтамасыз етеді. Ол экономикалық тұрғыдан тиімді және жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. Тік бұрышты кесу кезінде материал дайындамадан кесу күші көмегімен алынып тасталынады. Одан бөлек мұнда тағы кесу бағытына перпендикуляр әсер ететін осьтік күш те пайда болады. Осьтік күш жоғары не болмаса төмен бағытталуы мүмкін. Кесу үдерісіне мұқият назар аударсақ, материал дайындамадан жылжыту әсері көмегімен алынатынын байқайсыз. Онда атомдардың түрлі қатпарлары жылжып, жоңқа түзеді. Осы себептен жоңқа жуандығы кесілмеген бөліктен кесілген жаққа қарай өзгеріп отырады. Шын мәнінде жылжу деформация аумағы деп аталатын ауданда іске асады. Бірақ оны талдау бұл дәріс үшін тым күрделі болып кетеді. Сондықтан біз жылжу аумағының орнына жылжу бір жазықтықта орын алды деп шамалаймыз. Мұндай тәсіл жылжу жазықтығы теориясы деп аталады. Осы теорияға сай кесілмеген аудан материалы осы жазықтықта жылжудың күрт трансформациясына шалдығады. Суретте көрсетілгендей, материалдың жұқа қатпарлары мына жазықтықта жылжиды. Сізге осы жазықтықтың орны немесе жылжу бұрышы белгілі болса, онда сіз тригонометриялық талдауды қолдана отырып, жоңқа жуандығын оңай анықтай аласыз. Алайда жылжу жазықтығының орны қандай? Бұл кесу мен механикалық өңдеуді талдау кезіндегі басты сұрақ. Суреттерде көрсетілгендей, өңдеудің белгілі бір түрінде бұрыш әртүрлі болуы мүмкін. Жылжу бұрышы кішірейтін болса, жоңқа жуандығы ұлғаяды. Жылжу бұрышын анықтау тәсілдерінің бірі кесуге қажетті энергия көлемін қысқарту үшін жылжу жазықтығы өзгереді деп болжау. Яғни шығындалатын қуат пен жұмыс мөлшері минималды болу үшін жылжуды кернеуі барынша көп болатын жазықтық тұстарында жүзеге асыру. Фи бұрышында жылжу кернеуі келесі теңдеу арқылы анықталады. Фи бойынша теңдеуді дифференциалдап, оны нөлге теңеу арқылы біз жылжу кернеуі максималды болатын жазықтықты былайша анықтай аламыз. Мұндағы бетта кескіш пен дайындаманың түйісу беті арасындағы орташа үйкеліс бұрышы. Жылжу бұрышын анықтау үшін айтарлықтай қарапайым теңдеу. Бұл тәсіл Мерчант талдауы ретінде танымал. Мерчант талдауы нәтижелері эксперименттік нәтижелерімен әрдайым сай келіп жатпаса да, ол айтарлықтай дәл нәтиже береді. Бұндай есептеулер үшін басқа да үлгілер бар. Материалдың қозғалысы оны кескенге дейін де, кескеннен кейін де бірдей болғандықтан, біз келесідей жазсақ болады. Берілген формула материалдың ені кесу кезінде болмашы ғана ұлғаятын жағдайда ғана осы теңдеу дұрыс шешім береді. Назарларыңызға рахмет.